Сәлем достар, бүгінгі видеомызда мясо по-французски істейтін боламыз. Мен мына жерде фаршқа пиязымды, бұрышымды, тұзды қосып дайындап қойдым. Және де картошкаларды осылайынан жұқа етіп турап аламыз да формамызға саламыз. Рет-ретімен салып шыққаннан кейін үстінен майонез жағып, фаршымызды салып, майонез жағып, оның үстінен тағы да фаршымызды салып рет-ретімен орналастырып шығамыз. Қыздар, бұл жерде ең үстіне помидор қойсаңызда да болады. Менде бүгін помидорсыз жасап жатырмын. Пешке 180 градуста 30-40 минут пісіріп аласыздар. Неке осылай рет-ретімен қойып шығасыздар. Өте тәтті күшті болып шығады. Және де сырға үстіне себетін кезде тамағымыз дайын болды деген уақытта ғана сепсек, өте тәтті болады. Және де сырымызға мен мына жерде майонез қосып қойдым. Жұмсақ болып тұрады сонда. Солай лайфхак қолдансаңыздар болады. Мінекей тамағымызға дайын болғанда сырын сеуіп, қайттан духовкаға 2 минутқа қойып алдым. Мінекей көрдіңіздер. Өте тәтті болып шығады. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазып ұмытпаңыздар.